Құрметті Нұрлан Махамбетұлы. Көпір соққан жігіт бар ма? Көпір соққанды кешігіп отыр. Кешіктен құрметті ағалар, апалар. Ауданда біраз құрылыстар жүріп отыр, аяқталып отыр, бірақ көпір толып кетті. Абайда өстік кішкентай кезімізде. Мазарда Қайыр, Шақты, Қанай, Свердлов, Аржанда Пістелі, Абай бүкіл жақта ірі шаруашылықтар болды. Осы көпірмен орталықпен жалғанып отырды, барлық түрлері шаруашылығы. Облыстық жол басқармасына рахмет, қысқа мерзімде құрылысты бітірді. Көпір соққандарды шақырып еді. Облыста бір жақсы көпір соғатын мекеме болса, соның біреуі. Жол басқармасында жүрген біз бұл мердігермен, құрылысшымен Сайрамда, Арыста, Отырарда біраз көпір соқты, көпірлердің бәрі жақсы шықты. Сондықтан бүгінгі көпірлеріміз құтты болсын, елдің игілігіне қызмет жасасын. Келген кеткен кісілер барлығы үлкен қуаныштарға, тойларға, осының каратик күнінен келетін болсын. Тек қана жақсылыққа, жақсы істерге, қуаныштарға қызмет жасайтын көпір болсын. Құтты болсын көпірлеріміз. Рахмет. Дәл, көке, қайсы бұл үлкендеріңіз? Бір тілек айтып етсеңіздер, сіз артынан бата беріп, лентаны қияйық. Айналайын балалар, әлі Назарбаев президентіміз айтып отыр ғой, Қазақстанның болашағы жастардан деп. Рахымбек, екеуіңді жастың, екеуіңді кеше ғана келдіңдер. Келесі қалай тірлік көзге түсіп жатыр. Ел рахметін айтып жатыр. Астанадан, Алматыдан, Шымкенттен ағайын туыс жерлеттер келіп жатыр. Оншамызға келіп ауылымызға таңғалып жатыр. Бұл почти қала болыпты ғой ауылдардың. Свет бар, газ бар, тротуар бар деген сияқты осындай сөздерді айтады. Біз соның өзіне әжептіру боламыз. Сразу ойымызға осы ауылдағы әкімдер келеді. Рахмет сендерге айналайын. Осындай жақсы ниет, жақсы тірліктің басында жүрсіздер. Қуанышқа жалғаса берсін, еңбектерің өнімді болсын. Бірлікте, ынтымақта болайық бәрімізде. Мынау бұрын оншамызша жаңа бір құдай ауқат шайларда әкімдер жөнінен сөз айтсын. Ой, әкімдер айтуын айтады, ештеңке орындамайды дейді. Енді өтімді байқап отырсам, қазір әкімге ауып қалған жұрттың бәрі. Жастардың бәрі сіздерге сенім артып қалды қазір. Айтқаны орындалып жатыр. Айтқанын істеп жатыр. Рахмет деген сөзді естіп жатырмыз. Осында жақсы сөзді естісек, біз әжептәуір қуанып қаламыз. Көңіліміз көтеріліп қалады біздің. Кейбіреулер айтады, осы жақта әкімдер біздің ауылға бұйырмай кетті ау дейді. Не деген қаладан кәйір екен мына ауылдардың дейді да бізге. Светі, тротуары, газы. Анау қаланың сыртында таманы былайрық 18 километр жүрмі бұл жерде. Сондай жерде тұрамыз дейді. Әлі Су жақта, суда жоқ. Суда жоқ, көмір жағамыз, көмір жетпейді. Мынау не деген тірлік мынау дейді. Ауылды мақтайды. Олар мақтаған сайын біздің лай жоқын көтере алмайды. Сондай болады дейді. Мына сөз сөйлеген 86-ға келген атаңыз қабыл болсын, батамыз. Отбасыларың аман болып, барлықтарыңыз жүз жасаңыз. Құдайым оңласын, әруақтар қолдасын, жаманшылық болмасын. Ауыл аймағымыз аман болсын, тыныштық заман болсын. Елімізді, жерімізді табиғи апат жердің сілкінісінен сақтасын, судың тасуынан сақтасын, селдің басуынан сақтасын, қан төгіс соғыстан сақтасын, бір үзім нан, зар жоқтан сақтасын, ынтымақ бірлігі жоқ ағайынан сақтасын, ер қадірін білмеген есерден сақтасын, ел қадірін білмеген қуыскеуді әкімнен сақтасын, еткен еңбектерің сор болмай еселеніп ақталсын,
ел азаматтары бірін-бірі сатпасын, көбейе берсін, жақтасын. Сан түрлі бәле-жаладан халқымды Алла сақтасын. Келер ай, келер жылға 4 көзіміз түгел аман есен ойнап күліп, осындай жақсы ниет қуанышта бас қосуға Алла нәсіп етсін. Bunu keremет foto. Bir kızga jeten deyip kessindir. Bir kızga jeten deyip kessindir.